Баршаларыңызға сәлем. Бүгін меренга рулетін дайындаймыз. 6 жұмыртқамызды аламыз, оны сарысы мен ақуызын ажыратып аламыз. Ақуызымызды миксерлеп аламыз, осылай ақырын ақ көпіршік болып пайда болғанша. Одан кейін лимон қышқылын саламыз, шым-шым. Артынша қантымызды біртіндеп осылай салып, қосымша миксерлеп отырамыз. Осылай алма-кезек салып отырамыз да миксермен шайқап отырамыз көпіргенше. Кейін жүгері крахмалын немесе картоп крахмалын қосамыз. Оны да миксермен шайқап аламыз. Қараңыздар, ыдысымыздан жасаған жаңағы меренгамыз құлап кетпеуі тиіс. Барлығын противенге осылай жайып шығамыз. 160 градуста 20-25 минут пісіреміз. Және де қалауыңызша жаңғақ қосуға болады. Менде грек жаңғағы. Сіздер фисташковый орех қосуларыңызға да болады. Крем дайындаймыз. 33% сливкимізді аламыз. 33%-тен жоғары болуы тиіс, және де қант ұнтағын барлығын жақсылап араластырып аламыз, қою болғанша. Міне біздің меренга тортымыз дайын болды, рулетіміз. Енді кремін жағуға көшеміз. Кремімізді осылай ақырындап жұқалап жайып аламыз. Кейін мен клюквенный пюре қостым. Және барлығын осылай орап аламыз да, қалған кремімізді үстіне әсемдеп әрлейміз. Және мен қарақатты қостым әсемдікке. Сіз құлпына және басқа да қалауыңызша кез келген жидекті қосуыңызға болады әсемдеуге. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.